Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пломбир кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік әрі жеңіл, жайдан жай пломбир деп айтылмайды, дәмі балмұздаққа ұқсайды. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әр аптада шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен сүтті орташа отта ысытамын. Ысытуын жылдамдату үшін 1 ас қасық қант қостым. Сүт ысығанша басқа бір ыдыста сарыуызбен қантты жақсылап араластырамын. Крахмал және ұн салып араластырамын. Егер крахмал болмаса, сол мөлшерде ұн пайдаланыңыз, ал қаласаңыз ұнның да орнына крахмал қосып жасауға болады. Келесі кезекте сүт жақсылап ысығанда, яғни қайнатуға дейін жеткізбеймін, тек қатты ысытамын, жаңағы массаға азыдан құйып тоқтаусыз араластырып отырамын. Бұл процесті сүттің қатты ыстығына, массамыздың құрамындағы жұмыртқалар пісіп, түйіршіктеніп қалмас үшін, яғни бір келкі масса болу үшін жасаймыз. Барлық сүтті құйғаннан кейін массамызды жақсылап араластырып алып, қайтадан сотейникке құйып қайнатамын. Қайнату барысында от орташа болады, және де тоқтаусыз араластырып отыру міндетті. Егер от қатты болатын болса, кремнің түбі тез күйіп кетуі мүмкін. Сол нәрсені болдыртпас үшін барлық жерін араластырып тұрып қайнатамын. Крем қоюланып дайын болды, ванилин қосып араластырып, басқа ыдысқа ауыстырамын. Кремді қайнатқан ыдыста мүлдем қалдыруға болмайды. Қайнау процесін тоқтату үшін басқа бір ыдысқа ауыстыру міндетті. Мен бір келкі болсын деп ситодан өткізіп алдым, бірақ олай жасау шарт емес. Кремнің бетін пищевая пленкамен жабамын, бірақ арасында ауа қалмайтындай етіп, пленканы кремге жабыстырып, салқындатуға жіберемін. Қайнатпалы крем толық суығанда 33% кілегейді жақсылап қоюланғанша блендерлеймін. Кілегей жақсылап көпіріп көтерілуі үшін таза венчикпен ыдысты, яғни құрғақ, ешқандай майсыз, блендерлеместен бұрын 10-15 минутқа мұздатқышқа жіберемін. Және де кілегей міндетті түрде 24 сағат бойы тоңазытқышта тұрған салқын болу қажет. Кілегеймен жұмыс жасауда негізгі ескерілу керек ережелер осылар. Үлкенде ыңғайлы ыдысқа толығымен суған, яғни салқын тоңазытқыштан алынған қайнатпалы кремді салып, миксерлеп аламын. Осында кілегейді салып, абайлап силиконды күрекшемен немесе қасықпен асықпай отырып араластырамын. Міне достар, ең дәмді, ең керемет, ең күшті пломбир кремнің рецептісі осындай. Қалауыңыз бойынша кез келген десерттерде пайдалана бересіз. Эклердің ішін толтыруға болады. Трайфлға немесе қанттың кішкене азырақ көбірек қосып, Наполеон, медовик сияқты торттарға керемет үйлеседі. Әрқашан сіздердің қолдауларыңызды күтемін, ол үшін лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ал мен жаңа рецепттермен сіздерді қуанта беруге тырысатын боламын. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.